Қайырлы күн достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге eGov мобайл телефон приложениесі арқылы өздеріңізге жұмыссыз справкасын қалай алу керектігін көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк бас, комментарий қолдап кетіңіздер. Телефондарыңызбен eGov мобайл приложениесіне кіріп аласыздар. Жоғарыда кіру немесе тіркелу деген тұрады. Егер де сіздер тіркеліп болсаңыздар, кіру дегенді басасыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркелесіздер де осылай парольдарыңызды жазып приложениеге кіріп аласыздар. Осы жердегі қызметтер деген бөлімді басасыздар. Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтылу батырмасын басасыздар. Осы жерге кірген кезде жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы ақпарат беру деген батырманы басасыздар. Кішкене загрузка болады. Әрі қарай бұл бір жұмыс күнінде немесе бірнеше минуттың арасында сіздерге дайын қылып береді. Әрі қарай біз қызмет алу деген батырманы басамыз. Парольдарыңызды жазасыздар. Міне сіздерге бір жұмыс күнінде құжаттарыңызды дайын қылып береді, немесе бірнеше минуттың ішінде дайын қылып береді. Жоғарыда тұрған стрелканы обновить етуді басасыздар. Обновить етсеңіздер, міне сіздерге құжаттарыңызды дайын қылып берді. Өздеріңізге қажетті тілде, орыс тілі немесе қазақ тіліндегі құжаттарыңызды кіресіздер осыған. Және бұл жерде өздеріңіздің телефондарыңызға көшіріп алу үшін жоғарыда тұрған мына жердегі стрелканы басасыздар да жоғарыға төменге қарай түсесіздер. Сохранить файл дегенді басып, өздеріңіз осылай құжатты телефондарыңызға жүктеп алсаңыздар болады.